Блять, сен бизнесті құлдап қоясың ба не, а? Сука, сендер конкрет не прав, нахуй. Қанша обаң түбіне жеттіңдер. Ол сен сікпесін, нахуй. Кімнің түбіне жетеміз, ол сен қызықтырмасын, нахуй. Надо будет, сенің де түбіңе жетем мен. Түсіндің бе, нахуй? Данияр, пистолет берші маған. Құмашы. Берші дедім мен саған. Мәйттен құтылуымыз керек. Не үшін аттың? Не дейсің? Не үшін аттың деймін саған? Че, Данияр, туысқаның бетіне? Мазға! Сен кесірінен бәріміз кетеміз біліп тұрсың ба сен? Сен қай жеріңе ойландың өзі? Басың істей ма сен, не істеп алсың өзі? Қойшы, Данияр. Қалай қойшы? Қалай қойшы мен? Сотталғым келіп тұрған жоқ мүлде. Блядь, толбоёбсың сен, блядь! Я білем, Сайбал! Білем, Сайбал, білем ал! Атқаныма еш өкінбеймін мен оны! Надо өйдет бар ғой, өзің тоқылдаған үшін жауап береді әлі. Мен бір нәрсені түсінбеймін, біле. Наху оған жаның ашып отыр, сенің айтшы маған, Данияр! Әлде бір жақының бет сенің? Одан да көп сөйлемей. Мына мәйттен құтылудың жолын табайық. Блядь, жиги. Ұрсатын уақыт емес. Лучше қазір барып, полицияға бәрін айтайық. Главное, өлтіреміз деп бармадық қой. Я? Мектарға айтайық. Бізге көмектеседі ғой олар. Ойбай, байқамай өлтіріп қойыпсыңдар. Сендерді қамамаймыз деп айта салады екен ғой, я? Сен басың сізге ма? Қанша сұрық арқалап кететініңізді білесің ба? А дальше түрмеде бізге не істейтінін білесің ба? Білмейсің. Пиздец ақылды екенсің, нақ. Жоламан дұрыс айтады. Менттарға айту не вариант? Бля, не істейміз? Бля, аман сотталғым келмейді мен аның кесірінен. Сука. Мына мәйтті көміп кетеміз. Шешім болса. Еге, біздің жасағанымыз осы жерде қалу керек. Біздің ұсталмайтынымыз ғой, уверенсің ба? Ешкім гарантия бере алмайды. Бірақ солай болуы тиіс. Айтпақшы. Сағат не істейміз? Ағадан қалған. Әй бала, сабағың қайда сенің? Апай менде қосымша сабақ еді, соған келгем ғой. Жақсы сонда.
Алло. Осыншы әлі тұрсың ба? Иә, жүр. Ана айтам ғой. Біздің мектеп енді даму. Әлі сен бері жолы. Келесі жолы келеді, өзгереді ғой барлығы. Бірінші көшіп алсын да бірінші. Сосын келеді, көт ашет ғой. Дұрыс айтасың. Айтпақшы. Яраса жайлы естімедің бе? Ярасылды ма? Сол көзге де көрінбей кетті аға. Кішкене бейді. Сыныпта көрінбей кетті. Сен білмейсің бе не? Білсең айтшыш, шетелге ұшып кеттім әлі. Қандай шетел? Қойгеш? Ярасы қайтыс болып. Кеше ата-анасы күні түскен. Странный өліші ол. Иманды болсын енді. Былай қарасаң, сыныпта күліп ойнап жүретін болады ғой. Айтпа. Соңғы кездері трипаштармен ергеш жүрген еді. Солардың ісі бар ма деп қорқып жүрмін. Ай, трипаштармен саварадым. Олар өлтірсе, аталары полион заявление жазып, сотта жүретін еді ғой. Странно это все. Ол өлмеу керек еді. Трипаштардың ісі бар ма деп қорқып жүрмін. Айтпасаң. Шошыттың оны, не болды? Мен бағана бірдеңе естіп, соны сізге айту керек деп ойладым. Не естіп жатсың? Әлгісі ерекше жүрген, екінші курс оқитын Ярасы бар ғой? Иә. Сол қайтыс болыпты. Қайтыс болыпты? Иә, бағана ғана мен естіп келе жатырмын. Сіздің қатысыңыз жоқ шығар, иә? Мен қатысым бар деп ойлайсың ба не? Жоқ, братан. А? Жоқ. Точно сенімсің ба? Иә, сенімдім, братан. Бар онда сабағыңа. Барлықтарыңа ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен көріп тұрғандарыңыздай осы фильмнің режиссері әрі сценаристі әрі актері Нұрмағамбетов Сағыныш. Сіздер бұның алдында да жазалаушы деген сияқты сериалды көрген болатынсыздар толыққанды. Ал енді бұл фильм неге жалғасы жоқ, неге осымен бітті ма, сондағысы қайда қалғаны, неге бұлай болып тұр деген сияқты сұрақтар сіздерді мазалап жатқан шығар әрине. Иә, мен сіздерге осы фильм жайында бір өте өкінішті әрі айтқан кезі мен үшін өте аянышты бір шындықты айтқалы жатырмын. Себебі жалпы бұл фильм негізі желтоқсан айы мен қаңтар айында түсірілген болатын. Кәдімгідей қаншама еңбек, қаншама уақыт, яғни 2 апта ішінде толыққанды біз түсіріп аяқтаған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай сіздер қазір көрген кино материалдар бұл бізде сол киноның бөліктерін аман қалған жалғыз нелер былай айтқан кезі. Аман қалған видеолар осы. Себебі, яғни бұл фильмге біз кәдімгі еңбегіміз төктік, ақша бөлдік, былай айтқан кезде ақша бөлдік дегенде мен бөлдім точнее, потому что
өйткені бұл да менің жобам болғаннан кейін бұл нәрсе бүкіл жауапкершілікті, бүкіл монтаж барлығын өз мойныма алдым былай айтқан кезде. Және де бұл фильмге шамамен бір 50-70 мыңдай кеткен шығар, өйткені жарық бар, камераның жалға алу бар, актерлардың тамағы бар, тағы да ары-бері жүру охотно кей деген сияқты бар, съемкаға қажетті заттарды алуымыз бар деген сияқты ұсақ дүниелерге, соншама дүниелерге ақша кетеді былай айтқан кезде. Яғни ақшасыз фильм түсіру ол мүмкін, әрине. Себебі мен жазалаушыны шыны керек 4 серияны ешқандай қалтамнан ақша шығармай түсірдім деп айта аламын. Енді мелочтар болмаса, оның өзі бір қателеспесем 5000 теңгеге де жетпейді. Шыны керек. Ал бірақ фильмге келетін болсақ, ол фильм әрине үлкен ақшаны, үлкен болмаса да сәл-пәл капиталды талап етеді. Яғни бұл фильм өкінішке орай өшіп кеткен. Иә. Біз кәдімгідей түсірген болатынбыз, еңбектеніп, жаңағыдай командамен, барлық звукта адам болды, кәдімгідей жарық ұстайтын адам да болды, оператор болды бізде мысалға. Тағы да айта берсек, көмектескен жандар бар, мысалға крафт бойынша көп шыны керек құлапта тұрған адамдар бар, мысалға ассистент режиссер болып. Бірақ өкінішке орай бұл жобаны біз өшіріп алдық. Себебі камера жалдаған болатынбыз, как положено камера жалдадық, түсіреміз деп ойладық. Бірақ өкінішке орай камерадағы материалдар, бір күн түсірген материалдар полный өшіп кеткен екен. Жарайды, бір күн түсірген материал өшіп кетті, ал бір күндікі бар. Мен соның өзінде де маған сәл-пәл грустно болды, әрине. Бір күн түсіргем, сонда ауаға ұшып кетті ма дегенде. Бірақ Құдай енді сынайым десе, кәдімде плотно сынайды екен. Себебі менде бар материал болатын, бір күндік материал болатын, сол камераға түсірілген. Ол материал 19 мен февральға дейін скачать етіп үлгеруім керек былай айтқан кез. Жүктеп үлгеруім керек. Бірақ та мен оған дейін бір 2 күн қалған кез ашам ғана файлды. Ашам, диск па, файл ма, оны операторлар біледі, вроде. Ашам, и уже ол жердегі видеолардың барлығы жоқ. Мен бірақ қарағам, басына жіберген кез. Кейін скачать етем, монтажға кірсем толыққанды деген сияқты, қолым босасын, осай деген сияқты. Бірақ өкінішке орай не басында көңілім түсірмедім, бір күндік материалым жойылып кетті ме, қайтадан түсірем ба дегендей. Бірақ 2 күндік материал толығымен өшіп кеткен кезде бір жерің ашиды екен кәдімгідей. Себебі бұл почти киноның ең қызықты жерлері, киноның ең маңызды жерлерін біз өшіріп алдық өкінішке орай. Өте өкінішті. Прям киноның мағынасын ашатын жерлерін өшіріп алдық. Әрине ол қаншама ақша кетіп, қаншама еңбек, мысалға Астана қаласында -25 градуста, мысалға мына төбелескен сахнаны көрген шығарсыздар. Төбелескен сахнада біз -25 градуста түнгі 2-де, түнгі 1-лер шамасында Заборошкаға барып, сол жерде командамен 7-8 бала болып түсірген болатынбыз соны. Өзім бір жағынан режиссер болдым, бір жағынан өзім де сол жерде ойнадым. Иә, өте өкінішті негізі, өте өкінішті. Сондай керемет не жасаймын деп ойлағам, өзімнің алғашқы фильмім. Енді көріп тұрғандарыңыздай, алғашқы менің фильмім, мен сериал шығардым ғой. Алғашқы фильм осылай шығып келе жатқан еді. Бірақ та бұйырмаған, иә, бұйырмаған екен, соған көзім жетті. Енді сіздерге қалай киноның жартысы болсын сіздерге ұнады ма? Жалпы түсіндіңіздер ма? Бұл жалпы қазіргі тоже қоғамды бейнелейді, себебі бұл колледжде болған оқиға. Яғни 3 бала болады, трипаж, яғни 3-ші курс, трипаж дейма, білмеймін, колледжде оқымадым, әйтеуір келтірдік сондайға. Сол 3-ші курстың жігіттері, 3 бала негізінен өте әлсіз келеді, олар, яғни жабылуды ғана біледі, қорқытуды ғана біледі, яғни қолдарында қару бар. Солай 2-ші курстың әділдікті аңсаған балаға Заборошкаға шақырып, яғни көріп тұрғандарыңызда байқамай өлтіріп алады. Кейіннен оларға бір қоңырау келетін болады, бүкіл балаға қоңырау келеді, бір емес бірнеше рет. Олар қорқа бастайды, бұл кімнен келген қоңырау, либо бізді біліп қойды ма, осай деп. Кейін олар қорқа бастайды, кейін мектепте өсек тарайды, что ол Ерасыл деген бала, әлгі өлген бала. Көргендеріңізде, ол бала акасы тірі болып шығады деппін ғой. Оны ата-анасы жерлеген болып шығады, яғни мәйітті көмген жерлеріне барып қараса, мәйіт жоқ.
олар енді сәл ақымақтау аңқаулау болғаннан кейін үшеуі что ойлайды біздің қатысымыз жоқ, біз уже жеңіл құтылып кеттік бұндай ауыр жазадан деп ойлайды. Сөйтіп дым уайымдамай жүреді, алайда ең главный сояқта, яғни менің рөлімдегі баланы біреу ұрлап әкеледі, яғни сол жерден фильм аяқталатын болатын. Яғни бұл фильм мен ойлағаным ары қарай сериал қылып жалғастырып түсіремін дегенде, өйткені көп менде план болатын, жоспар болатын, жаңағыдай қалай ақша бұған бөлеймін, қалай актерлар табамын, қалай сценарийін жазамын, не істеймін, не жайында бүкіл мен алдын ала ұйымдастырып қойған едім. Жалпы бұл фильмді де бір жағынан неше түрлі фестивальдарға жіберемін деп ойлаған едім. Не дегенмен алғашқы фильм кәдімгідей сапалы, кәсіби камераға түсірілген. Мысалға жазылушымен телефонмен түсірдім, яғни 15-тен жоғары айфондарға түсірдім. Осы естеріңізде болсын. Өкінішті, енді не деймін, өте ішің ашиды екен. Жалпы сол сіздерге соны ескертейін деген, типа фильм жалғасы қайда, неге бұлай көрсетпей тұр деген сияқты сұрақтар ары қарай болып кетпесін. Біліп жүріңіздер, что менде осылай болды, бұл фильм шығу керек еді, бірақ та өкінішке орай бұйырмаған екен маған. Мейлі, алла қаласа бұдан да жақсы фильмдер түсіреміз деп ойлаймын. Главное, біздің арнадан ажырамаңыздар. Алла қаласа бұдан да күшті керемет дүниелер жасаймын деп ойлаймын. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында, ең бірінші Алла, екінші сіздер. Жалпы рахмет осы видеоны до конца көргендеріңізде, соңына дейін ризамын түсінгендеріңізге. Енді маған да бұл нәрсені айту өте оңай емес, себебі қаншама еңбек, қаншама суықта жүріп түсіру, қаншама оған жаңағыдай көңіл бөлесің, уақытыңды бөлесің, 2 аптаң босқа ауаға кеткен сен білген кезде өте режиссер үшін енді өте ауыр нәрсе деп ойлаймын. Қысқасы сол, арнадан ажырамаңыздар. Рахмет.